Балалар. Өте жақсы, керемет, я көңіл-күйлеріңіз нені қолында не? Жарық береді, тағы не береді? Шуақ береді, тағы не береді? Жылылықты. Ендеше біз бүгінгі күнімізге не істейік? Сәттілік тілеп жіберейік, я? Ал жақсы, бірінші топ. Жақсы, керемет, екінші топ. Жақсы, өте керемет. Жақсы, математика сабағы екен. Ендеше балалар, математиканы қоржынның ішінде сендерге арналған тапсырма бар. Сол тапсырмадан бастағым келіп тұр. Онда 9-ның квадраты 81. Жақсы, өте жақсы, керемет. Керемет балалар. Қошемет қояйық. 7-ның кубын 8-ге тең. Жақсы, қояйық. 4-ның квадраты 6-ға 8-ге тең. 8-ге тең. 2-ның квадраты 4-ге тең. 2-ның квадраты 4-ге тең балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Қандай кәне кім айтады? Я, ағайке. Санның квадраты және кубы. Санның квадраты және кубы екен. Санның квадратын 1/2 көбейткіштің, ал кубын 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі ретінде бүгін түсінеміз. Я, балалар? Жақсы. Енді балалар, мен сендерге тапсырманың шетінде, яғни сендер осы тапсырманы табуларың керек. Тапсырмада және де сендерге сурет бергім келіп тұр. Бұл суретті сендер не істейсіңдер? Қысқаша ғана мәлімет беріп кетесіңдер. Жақсы ма? Ата-бабамыздан келген екен. Өте жақсы, отыра қойыңдар. Келе қойыңдар жастарға. Бұл куб дегеніміз үшті өзіне үш рет көбейту. Бұл торсық деп аталады. Торсықта теріден жасайды. Ата-бабаларымыз жолға шыққанда шұбар қымыз құйып алған. Жақсы. Үштің несі? Кубы. Үштің кубы дегеніміз не? Кім айтады маған? Үштің кубы дегеніміз үшті өз-өзіне көбейтеді. Үшті өз-өзіне үш рет көбейту екен. Үштің кубы қаншаға тең екен, Денис? 27-ге тең екен. Үштің кубы 27-ге тең екен. Өте жақсы. Балалар, мұнда отыра қойыңдар. Екінші топ дайынсыздар? Жақсы топта. Жақсы, керемет, барлықтарыңа бағалап жіберейік. Қалай бағалаймыз? Дұрыс айтты ма бәрі де? Жақсы, бәрі дұрыс па? Жақсы балалар. Ендеше балалар, рахмет, сіздер отыра қойыңыздар. Ананы қоя қой. Енді екінші топ келе қойыңыздар. Дайынбыз ба екінші топ? Келе қойыңыздар. 6-ның квадраты 36-ға тең. 6-ның квадраты дегеніміз 6-ның өз-өзіне 2 рет көбейту. Жақсы, жақсы. Бұл қандай бұйым екен? Бұл ағаштан жасалған бұйым. Жақсы, ағаштан жасалған бұйым екен дейді. Иә, тағы да қандай мәлімет айтасыздар? Бұл замандағы ата-бабамыздан келе жатқан бұйымдар. Жақсы. Мұқият, сіз не дейсіз? Бұл бұрынғы ата-бабамыз қымыз құю үшін жасаған. Иә, қымыз, шұбат құйып, яғни қонақтарға не істеген? Осы ыдыспен берілген екен. Иә, яғни бұның аты не? Аяқтар. Аяқ дейміз, иә, яғни аяқ дейді екен. Бұл аяқ деген сендердің жаңа осы бір сөзбенен танысып жатсыздар. Яғни ыдыс аяқ екен. Ата-бабамыздан келе жатқан бұрынғы ыдыс аяғымыз екен. Жақсы. Кәне бағалап жіберейікші екінші топты бар. Дайынбыз ба? Келе қойыңдар. Келе қойыңдар. 2-ның кубы 8-ге тең. Жақсы. 2-ның кубы дегеніміз не? 2-ның кубы дегеніміз 2-ні 3 рет көбейтеміз. Жақсы. Иә. Бұл жатқан кілемнің бір түрі. Кілемнің бір түрі не деп айтамыз бұны балалар? Киіз.
Ya. Tekemет әрине. Ya. Бұл жүннен жасалады. Бұл жүннен жасалады екен балалар, дұрыс па? Ya, жақсы. Жүннен жасалады. Бұл қайда пайдаланады? Қайда пайдаланған ата-бабаларымыз, әжелеріміз? Ата-бабамыз бұны киіз үйдің ішінде пайдаланады. Жақсы. Төсеніш қылдырып, яғни оны төріне салған екен. Өте жақсы балалар. Қанағаттандық па осы жауаппенен балалар? Үшінші топты бағалап жіберейік. Жақсы, керемет, жақсы. Отыра қойыңдар. Отыра қойыңдар. Сізге алдарыңа, яғни кеспе таратқым келіп тұр. Осы кеспе бойынша сіздер тез-тез жауаптарын тауып жіберіңіз. Тырмаларды орындаймыз. Бірінші топ болдық дейді. Санардың кубын бірдей үш көбейткіштің көбейткішіне алмастыр есептем. Бірдің кубы бірге тең. 200-ге бірді қоссақ тең 201. Жақсы. 2-ның кубы 8-ге тең. 64-ті 8-ге бөлсек тең 8. Дұрыс па? 27-ге тең. 63-ге 27-ні қосамыз тең 90. Жақсы. Сандардың квадратын бірдей көбейткіштердің көбейтіндісіне алмастыр. Өрнектердің мәні 8 квадрат 64-ге тең. 64 200-ге қосамыз 264. 49-ға тең. 49 қосу 455 тең 504. 9-дің квадратын 81-ге тең. 81-ден аламыз 34-ті тең 47. Жақсы. Дұрыс па балалар? Сауырамыз, я. 8-дің квадраты 64. 290-ды 64-ге азайтамыз тең 226. Жақсы. Дұрыс па балалар? Жақсы. Жарайды. Сандардың квадратына ауыстыр. Өрнектердің мәнін тап. 4 көбейту 4 тең 4 квадрат, 4 квадрат тең 16-ға. 8 тең 8-дің квадраты 64 бөлесін 8 тең 8. Жақсы. Көбейту 9 тең 9 квадрат тең 81. Мәні? Мәні 81. Я. 3 тең 3 квадрат тең 9-ға. Квадрат 7 квадрат тең 49-ға. Жақсы. 2 квадрат тең 4-ге. Жақсы балалар. Енді балалар келесі оқулығымызбен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 22-ші беттегі номер 3-ші есепті кәне өздерің оқып жіберіңдер. Кәнеке дайынбыз ба? Оқыдық па? Жақсы. Ақниет. Есепті шығар. 18 киіз үйден бұйым жасайтын шебер сыйлық үшін 18 киіз үйді әзірледі. Ол оның 3-тен 1 бөлігін безендіріп қойды. Әлі қанша киіз үйді безендіру қажет? Жақсы балалар. Енді талдап жүрейік кәне. Отыра қой. Туралы. Отыра қой. Рахмет. Киіз үйді кім дайындайды? Шебер дайындайды екен. Жақсы. Қанша үй әзірлепті? 18 үй әзірлепті. Нешеу безендіріліпті? 3-тен 1 безендіріліпті. Қаншасы бізде әлі безендіру керек екені белгілі ма? Жоқ. Дұрыс. Яғни тақтаға күн шығады кәне. Тақтаға. Я? Ақниет? Келе ғой. Әзірледі 18. Безендірді 3-тен 1 бөлік. Әлі нешеуін безендіру керек? Я. Нешеуін әлі безендіруіміз қажет. Шешуі. Алдымен 18 киіз үйді бөлеміз безендірілген 3 киіз үйге. Оған көбейтеміз 1-ді тең 6. Сол 18 киіз үйді шыққан 6-ға азайтамыз тең 12. Сонда жауабы әлі 12 киіз үйді безендіру қажет. Я балалар, неше үйлер бізде безендірілмей тұр екен? 12. Дұрыс па? Шебер 18 үй әзірледі. Оның 3-тен 1 бөлігі безендірілді. Әлі біз 12 үйді безендіруіміз қажет. Жақсы. Дұрыс па балалар? Барыңдар ма?
12 үй безендіруіміз қажет екен. Жақсы, рахмет, отырып қой. Жақсы, дайындап, яғни қойыпты. Сендерге де қазақ үйді шебер ата беріп берді, яғни сіздерге де мінекей қазақ үйді таратып берейін. Сандықша, яғни біздің бұрынғы ата-бабаларымыздан келе жатқан нелер екен? Сандықшалар екен. Менің қолымда қандай сандықша? Үлкен қызыл сандықша. Екінші сандықшамыз қандай? Кішкентай сандықша екен. Ендеше балалар, осы сандықшаның ішіне алдыларыңда күлімдеп тұрған, күнде жарқырап тұрған күлшелеріңізді алып, бүгінгі сабақты түсіндім, дұрыс айттым, бәрін ұқтым десеңіздер, қызыл сандықшаға, яғни қобдишаға, ал әлі де білуім керек дегендеріңіз мына кішірек сары қобдишаға саласыздар. Я күлшелеріңізді сала қойыңыздар. Әдемі күлшелер. Күлім. Екінші топ. Алғашқы сабағымызды қолданған, яғни өзімізге сәттілік тілеген не? Күн. Күн. Осы күнімізді алғаш үйімізді жанына қойып қояйық балалар. Күн қайтеді бізге? Жылылығын береді. Барлықтарына жылуын шашып, нұрын төгіп тұрсын. Жақсы ма? Енді балалар, есімізді жаңартып, есімізден шығармай ата-бабаларымыздың ыдыс аяғын, киіз үйін әрқашанда ұмытпай ойымызда сақтап жүрейік. Жақсы ма балалар? Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Сіздерге көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.